Банкоматтан ақша шешіп жатқан еркек кенеттен адам сенгісіз жайтқа тап болды. Оның шотына артық $700,000 түсіп кетіпті. Түс көргендей күй кешкен ол, ақыл есінің дұрыстығына көз жеткізу үшін бірден $10,000 шешіп көрмек болады. Банкомат әркілісі сол сәтте-ақ купюраларды шығара бастайды. Аяқ астынан келген байлық оны мазасыздандырып, ол ақшаны қалталарына асығыстыға бастады. Тіпті жерге түскен бірнеше купюраны жинап алып, қасындағы жолаушыға ұстата салады да тезірек үйіне қарай асықты. Алайда үйіне жете бергенде, оны егде жастағы пәтер иесі тоқтатып, таңертең оның атына көптеген сәлемдемелер келгенін айтады. Сол сәтте ол жамандықты сезіп, үйіне атып кірді. Бөлмесі ішінара әртүрлі көлемдегі қораптарға толып кеткен екен. Ол таңданысын жасыра алмай, қораптардың бірін ашатта, көрген дүниесінен қатты шошып, есеңгіреп қалады. Ішінде әскери үлгідегі тапаншалар, иіліп жатқан оқ-дәрілер, тіпті бомба жасайтын материалдар бар екен. Осының бәрінің арасында құпия құжаттар да жасырылған. Оны үрей билеп, не болғанын түсініп үлгергенше телефоны шырылдай жөнелді. Жұмбақ дауыс. Алло, федералдық бюро 30 секундтан кейін пәтерінде болады. Тез арада ғимараттан кет дейді. Бейтаныс жан оны 30 секундтан соң мемлекетке опасыздық жасаған үшін тұтқындайтынын және үйіндегі қару-жарақ айғақ ретінде қолданылатынын ескертеді. Джек мұны біреудің әзілі деп ойлады. Бірақ келесі сәтте-ақ бөлмеге арнайы жасақ сарбаздары басып кіреді. Ол қашпақ болғанымен бәрі кешеді. Оны бірден ұстап, полиция бөлімшесіне жеткізеді. Джек бұл сәлемдемелерге еш қатысы жоқ екенін айтып ақталады. Оның таңқаларлығы терроризмге қарсы күрес бөлімінің басшысы оған сеніп, оның өткен өмірін тексергенін, оның қарапайым кеңсе қызметкер екенін білетінін айтты. Бірақ Джектің інісінің жағдайы мүлдем бөлек екен. Офицер оның інісі террорлық ұйымға мүше болуы мүмкін деп күдіктенеді, және үйдегі қару-жарақ соған тиесілі деп есептейді. Мұны естіген Джек кенеттен күліп жіберді. Өйткені дәл сол күні ол інісін жерлеп келген болатын. Інісі бірнеше күн бұрын жол апатынан қаза тапқан еді. Джек өзін босатуды талап етіп, бұл іске еш қатысы жоғын тағы да қайталайды. Алайда офицер оны өтірік айтып тұр деп ойлап, соңғы кездері не істегенін жақсылап ойлануды бұйырды. Осы сәтте жұмбақ қоңырау иесі қайта хабарласып, дереу еденге жат деп бұйырады. Джек не істерін білмей тұрғанда, жан түршігерлік оқиға орын алды. Шуды естіп, офицер серігімен бірге бөлмеге атып кіреді. Сол кезде үлкен экранда Джектің секіруін талап ететін бұйрық пайда болады. Артында қаруланған офицерлер тұрғанда, Джектің басқа таңдауы қалмады. Ол ғимараттың құрылымын пайдаланып, төмендегі теміржол рельстеріне қарай секіреді. Үстіне қарай пойыз зулап келе жатқанда, ол соңғы сәтте ғана шетке қашып үлгерді. Есін жиып үлгермей жатып, экранда пойызға мін деген жаңа нұсқау шығады. Басқа амалы қалмаған Джек пойыз ішіне кіреді. Бірақ отыра бергенде телефоны қайтадан шағылдай бастады. Фильмнің атауы «На крючке».